Respublika'ya tanımal, şehirlerine tanımal, devlet beygimizin шығармашылық кешіне hoş geldinizler. Qadamlarınızga gül bitsin. Жақсылығын нұр тасысын дейді. Men ana Sevetqali, tыңда, сені айтам қазір. Men туралы Sevetqali жақсы айтады. Жеңіс аға да мен туралы көп жақсы айтады. Тасқұдықта отырам, Тасқұдықта. Жыраның арғы бетінде Жайырбек құда, Жайырбек аға. Бер жағында мен, ешкім ағам. Öлексе жинап Sevetqali келеді, зоотехник. 84 жыл. Сонда таңғалдым мен Sevetqaliға. Арт жағымызда Öлексе, Төрехан Самасыл алдында тұрмыз. Мына сұлдық ана кекіліктегі сақ. Қолда мылтығы бар қосауыз Sevetqali'нің. Мен білмей қалдым, бірдеме тас нәрседе қалдым. Мұсаға жүгір дейді, қараса бір-екі кекілікті мұралап жатыр. Мерген екен, молодец Sevetqali. Ары қарай кеттік, ол әлімге дейін охотник. Сосын бірінші әйелім Жамбылдың қызы. Маған дипломым жоқ. Алматыға барсам Осмаханауға кіріп, Қашта елі Әсіп, Көпен Әмірбеков, Нұртан Төлепбергенұлы, солармен арақ ішіп, алқаш, сен алқаш боласың деп мен тастап кетіп қалды Жамбылдың қызы. Сосын мен ауылға келдім да, өзім ана Пұлкүтте, қыстауда қойшын қыздарымен отырасың ғой, сүйкемісіп, ойнап, содан қойшыны қызын алдым, күшім Динаның сіңілісі. Содан ары қарай кеттік. Сосын ойладым, қой бағып жүрмін. Адам өзі қой бақса, далада ақын да боласың, батыр да боласың, жазушы да боласың, ғалым да боласың, далада ойлап жүріп. Бірінші әйелім кетіп қалды, дипломым жоқ деп. Мен қой осы Саққойдың ешкісінің арқасында оқып алайын деп Қазгуге пландадым, Қазгуге. Өзім қысқақ жазам, өлең жазам, аудандық газетке танымал болып қалдым. Содан бір күні қарасам, Жайырбек ағаның үйінен бәкім келді, Дәукеш келіп тұр екен Жайырбек ағаның үйіне. Атпен жауып бардым да, бісміллә. Сосын Дәукешке айттым, Дәукеш, ағатай, маған көмектес дедім. Үсеке, не деп Дәукеш? Литература 84 жылы, званием лейтенантта 84 жылы. Сосын, Дәукеш, мына біреу үй салса да, тек ішері бар, бірінші туалеттен бастайды. Мен мысалы оқуға түсем деймін, көп тиын ақшам жоқ. Мен төңкерісте әтпен жездем бар, ояқта сиыр пұлды. Давай, мен бір сиырды апарайық көмектестемін, жарайды деп Дәукеш. Содан бір күні Самасы бар. Формасымен келді, тие сиырды деді, сиырды тиедік. Ал енді Қапшағайға жақында қазір ешқандай гай жоқ, тап-тап өте қалсаң да өте бересің. Военный тұр, военный. Солдаттарды қашқан. Екінші егірлер тұр, автоинспекция, охот, рыба, екеу. Үшінші милиция. Төртінші тағы бірдеме, отырмай не болады? Кім Төрехан рөлде сиыр мөгірек қояды. Мынау орта шетте Дәукеш фуражкасын шешті де гайға жақындағанда Қапшағайға фуражкасын қойды бардашөпке. Мен бісміллә деп отырмын, ала қорқпа деп қояды Дәукеш. Сөйтсем мұра өтіп алдыда мәшинелер қатар тұр. Біреуінде жылқы, біреуінде сиыр, басқадай шек сауылмен ұстап жатыр. Мынаған чекс береді Дәукешке. Кеттік дейді, ана тұрған жігіттер, автоматпен бәрі тұр, Дәукешке шеш береді. Міне, сонда жақсымай дұртасын дейді. Менің Қазгуді оқуға себеп болған, жаңа бір сиырдың ақшасына оқыдым ғой, жатақханам бар, тамағым бар, рахмет. Сен болмаса мен Қазгуді бітірмейді деп. Міне, Дәукеш қандай милиция, сол кездің өзінде қамқоршы. Көрдің ба міне? Ары қарай кеттік, ары қарай. 69 жылы Тоқтымақты Құрбанәлі аға. Әке-шешесі Тоқтымақты. Менің әкем сауып қой. Тілеубайға әркім Сақманға келеді. Сонда көрдім ағатай. Қазір ойлап отырсам, Қаражарға деген биі бар ғой. Соғым басы ана-мына шақырады. Сонда Құрбанәлі аға домбыра тартады. Дөңгелек стол үстінде таңғалап не билет бірден асық па билет жоқ. Орт екен. Ол бір Алихан жеңеше билейді, Қаражарға майсы билегенде, қызығасың. Сол, өнерлі, орыстардың ұлы мақалы бар. Яблоко от яблони далеко не падает дейді. Ананың сүтімен, әкенің қанымен, бұл өнер танымай кім өнер танылады? Ал енді мен тағап сөйлей беремін, ал жақсы қылтып отыр. Ал енді трактор, орамал толмай жол болады. Бүжік деген кітап. Бүжік оқыса қызық.
Osman Eubekir, ustazım, ağzına tükürgen. Bizim yaşta bata vergen. İsimdegini Musaхан. Satira edebiyetimizin yetetirip sıkmalası. Satira'nı baksan, keyin satira özündü bağadı. Ağzına çıkan жақсы söz, ел ağzında жүреді. Ел ağzına елігу, ең үлкен дәреже. Сол сөз дәрежеге жетуге, аған Osman Eubekir деп міне. Енді бір сұрақ айтып жіберейік Кесірлі келін, кесірлі келін. Мимырттың баласы келін әкелді. Сол келінді Алматыға барып, 2-3 күнде тегін әкелді. Аты бұйра екен, шашы бұйра екен, өз сондай орысшаға сайрап тұр. Ал қазақшаға келгенде Құдай тілін байлап тұр. Кемпір шал көрсе, қаны қайнап тұр. Ал демекімен араққа 2 көзі жайнап тұр. Күн батқан кешкісін, Мимырт шалдың үйінен айқай-шуды естисің. Себебі кемпір шалға келгені, келін емес келсап болды. Келін ата-анасына қақсақ болды. Кемпір шал әбден ақсақ болды. Бүгінде кезек дұрыс болған. Дұрыс болғасын прямо жұмыс болған. Шалды шалышқа деп шалып қалған. Кемпірді бауышқа деп қақпасқа оқтаменен салып қалған. Бата тиме қата тиіп кемпір ұсталып қалған. Сосын баласы бөтен, ол енді айтаханаға алып барған. Ол ары қарап, бері қарап, әй бөтен жүгірме, анаңа не болған деп сұраған. Сонда бөтенге алмастан, жай әшейін қойға шөп салам деп сатадан құлаған. Деп осы сөзді айтып тұр. Мұны естіген анасы Құдай қайтып тұр. Я жақсы, я жақпасын. Дәл осындай ира сияқты келіндерден келешекте бәріміз сақтасын. Аға, мынандай сатирик бүгінгі біздің шығармашылықта сіздің рухыңыз көтеріліп, шығармашылық одан сайын көтеріліп жатыр. Мынаның ішінде сол сіздің сақтарыңызды білмейтін көп кісілер қазір көріп жатыр, таңғалып жатыр. Тыңдаңыз, кетпеңіз. Мынау енді сізді мен білемін ғой, сіз әлі Буратино Сиротап дегенде оқыған бір кезінде. Сондықтан сізге халықаралық Қонаев қорының президенті Ильдар Асқар Қонаевтың атынан Қонаев атынан сыйлайсыз ба? Сол кісіге өзі вице-президент өзімнің атынан сізге Қонаев орденімен марапаттауға рұқсат етті. Мынандай еңбек, мынандай малды да, өлеңді де, жырды да, ысқақты да алып жүрген үшін